Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен сосиска мен пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді шығады. Ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне ашытқымызды және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа апар дайын болғанша қойып қоямыз. Апарымыз дайын болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Оның үстіне өсімдік майын құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Және ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан соң, оның бетін жауып, жылы жерге 45-50 минуттай көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз осылай керемет болып көтерілуі тиіс. Оны басып, бөліктерге бөліп аламыз. Салмасы қалауыңызша, менде 2 түрлі начинка, сосиска және картоп. Қызып тұрған майда сосискамыз бен пирожкимізді пісіріп аламыз. Біздің сосискаларымыз және де керемет пирожкилеріміз дайын. Өте дәмді шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, сіздермен болған Дилназ.